Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте жұмсақ және нәп-нәзік болып шығатын сосиски в тестені пеште дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз ыдысқа жылы сүтімізді және ішіне тұз, қант, ашытқы күнбағыс майын салып дайындап аламыз. Сұйық массамызға ұнды аз-аздан салып қасықтың көмегімен араластырамыз. Қасықпен араластыру қиындаған кезден бастап қолымызбен араластырып жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Және де көп ұн қоспауға тырысамыз, өйткені піскенде біздің қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Дайын болған қамырымыздың үстіне бір ас қасық күнбағыс майын құямыз. Және де біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, қолға кішкене жабысып тұратын болу керек. Ыдысымыздың қақпағын жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге тұндыруға жібереміз. Біздің иленген қамырымыздан 20-25 дана сосиски в тесте шығады. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Және де тоқтайшының үстіне ұн сеуіп, қамырымызды домалақ формаға келтіреміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Және де жайылған қамырымызды ұзынша бөліктерге бөліп, сосискилеріміздің сыртына ораймыз. Формамызды майлап, сосиски в тестелерімізді тізіп шығатын боламыз. Бір-біріне қатты жақын тізбейміз. Формаға тізіп болған соң қамырды тағы да 10-15 минутқа көтерілуге жіберуге болады. Жұмыртқамыздың сарысын сырттарына жақсылап жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке салып 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Және де пісіріп жатқанда пештің қақпағын ашпауға тырысамыз. Пеште көп ұстамаймыз, көп ұстасақ қамырымыз қатып кетеді. Міне біздің сосиски в тестелеріміз пісіп шықты. Ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ақниет, сау болыңыздар.